тамырына құрт түсіп қурай бастаса, оны бір бұтағынан алып жоғиған дұрыс па, жоқ тамырымен алып тастап жаңа ағаш отырғызған дұрыс па? Бұл мәселе деген қандай болып жатыр? Мысалы, осы дүнген халқы туралы бүгін мынау инстаграмлардың барлығына керемет түсті. Қытайдан 150 жылдан астам бұрын қалай қуып шықты бұларды? Жақсы адамды кім қуады? Келді, жерімізді бердік, төрімізді бердік. Ал енді істеп отырғандарын көріп отырсыздар. Мен ары жақтың бәрін айтпайын. Менімен теңдей қатар болған, мен онда Красногор ауданында істеп жүргенде Қордай ауданында мына осы Масанчиннің парторы болған Сейітжанов Жеңіс деген жігіттің үлпілдеп өсіп 11 классты бітіріп Тоқмаққа барып суретке түсіп келе жатқан қызын зорлап, өлтіріп, өртеп жіберді. Бүгінде не болды? Бүгінде ешкім жауап берген жоқ. Ана бейшара жүрегінен ауырды, мінекей осыдан бір 8 жыл бұрын қайтыс болды. Қазаққа тиген зияны ма? Зияны. Ал енді одан басқа да сандаған фактілерді айтуға болады. Ал сіздер оны кеше менің үйге барып, сіздермен кеше кездестім ғой мен Сортөбеде. Айтайын дегенім, үйге барғаннан кейін телевидение қоссам, әрбір каналдың барлығы бөліп басқаша сипат беріп тастады. Бұл енді осыған дейін халықтың қаны қайнап, жігер әбден жүн болып, заң органдары келді, тек қана біздің жергілікті ұлттардың балаларын қамайды. Олар кінәлі болса да, міне осында отырған елдің бәрі біледі, Байсүгір Рахымта деген кісі болған, біздің үлкен ағаларымыз, өте мықты ұйымдастырушы, колхоздың главный инженері болған. Сол кісілермен осы жерде бір көкпар болғанда тұнғандармен ерегісіп қап, үлкен кісі, ол кісі өзі 70-ке шыққан. Сонда солар ұрып, түбінде басынан шатасып жынды болып өлді. Рас болса? Рас. Мінекей апарып қамап тастаған. Сонда дүнгеннің біреуін қамамайды. Тек қазақтың сол 80-ге жақындан шалына дейін қамайды. Бұл қандай заң, бұл қандай мемлекетпіз біз? Өз елімізде, өз жерімізде жүріп, өзіміздің құқымызды қорғай алмасақ, өзіміздің бала-шағамызды қорғай алмасақ, онда несіне жүрміз бұл жерде? Онда егемендіктің керегі, онда Совет өкіметінің заңы күшті онда бізге.